Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі, есептеу техникасы және программалық қамтамасыздандыру, алгоритмдеу және программалау негіздері пәні, арнайы пән оқытушысы Жанат Қожанқызы. Сабақтың тақырыбы: Дельфи ортасында программа жазу, сақтау, іске қосу. Сабақтың мақсаты: білімділік. Білім алушыларды Дельфи интегралды ортасында программа жазу, сақтау, іске қосумен таныстыру. Негізгі компоненттермен жұмыс жасау, яғни компоненттерді формаға орналастырып, алғашқы программа жазу жолдарымен танысу. Дамытушылық. Білім алушылардың Дельфи ортасында программа жазу, сақтау дағдыларын дамыту. Алған теориялық білімдерін практика жүзінде орындау дағдыларын шыңдау. Тәрбиелік. Білім алушыларды тиянақтылыққа, жауапкершілікке, ізденімпаздыққа, достыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу. Бірінші сабақта Дельфи ортасында компоненттер мен олардың қасиетімен таныстық. Ал бүгінгі сабағымызда программа құруды, дұрыс сақтауды және программаны іске қосуды үйренеміз. Ол үшін алдымен Дельфиді қосамыз. Дельфи қосылғанда автоматты түрде жаңа жоба құрылады. Бүгінгі сабағымызды мысал арқылы түсіндірейік. Батырманы басқанда біздің формамыздың түсін өзгертетін программа жазайық. Ол үшін формаға екі батырма орналастырамыз. Бірінші батырмаға түсін, екінші батырмаға шығу деп жазамыз. Яғни форманың атын өзгертетін свойство caption деп өзгертеміз. Бізде осындай форма құрылады. Свет батырмасын басқанда формамыздың түсі өзгеру қажет. Паскаль тілінен кездейсоқ санды генерациялау рандом функциясын білеміз. Ал экранның, яғни біздің формамыздың түсін беруге RGB моделін пайдаланамыз. Кодты өңдеу терезесіне өту үшін батырманы басқанда түсті өзгерту процедурасын жазу үшін осы батырмамызға екі рет шерту арқылы код жазу терезесіне өтеміз. Көріп тұрғанымыздай, ол кезде бізде процедура ашылады. Яғни процедура T-Form1 button click деген процедура ашылады. Біз батырманы басқанда автоматты түрде оқиғаны өңдеу процедурасы құрастырылады. Бұл жердегі begin және end арасында біз форманың түсін өзгертетін код жазамыз. Форманың қасиеті кездейсоқ мәнді меншіктейді, яғни кез келген түс, бұны біз Паскаль тілінен білеміз. Код жазғанда Дельфиде командалар шығып тұрады. Form 1 деп жазып, нүкте қойғанда бізге форманың қасиеті жазылған терезе ашылады. Осы жерде caption қасиетін таңдап, Enter басамыз. Екінші, выход батырмасын басқанда орындалатын кодты жазайық. Ол үшін батырманы екі рет шертіп, код өңдеу терезесіне өтеміз. Яғни, бұл жердегі ашылған процедураға close командасын жазамыз. Яғни, шығу командасын орындайды. Сонымен біз екі батырманы басу арқылы әрқайсысына оқиғаны өңдейтін процедура жаздық. Программаны орындап көреміз. Ол үшін F9 клавишасын басамыз. Свет батырмасын басқанда, бірнеше рет басқанда форманың әртүрлі түске боялғанын көреміз. Ал выход шығу батырмасын басқанда формамыз жабылады. Біз программаны жазып орындағаннан кейін оны сақтауымыз қажет. Ол үшін Дельфи мәзіріне барамыз және файл сохранить все деген команданы орындаймыз. Файлды сақтау терезесі ашылады. Дельфи жазған программамызды өз каталогында сақтайды. Бізге ыңғайлы болу үшін C дискісіндегі Дельфи каталогын ашып, жобамызды сақтаймыз. Жазған жобамызды сақтау барысында біз екі рет сақтау керек екендігін көрдік. Бізде 6 файл сақталды. Сонда бізде қандай файлдар сақталды? Енді соған тоқталайық. Қандай файлдар сақталғанын қарастырайық. Pass модуль файлы, яғни программамыздың негізгі коды сақталады. Екінші, біздің жобамыздың негізгі файлы project арқылы сақталады. Үшінші, қасиеттерді сипатталған форма файлы, ол unit fast деп жазылады.
Келесі Delphi автоматты құрастырған қорлардың қосымша файлы. Жобамызды кез келген компьютерде Delphi'дің орындалатындай етіп программа құруымыз қажет. Яғни, біздің жазған программамыздың exe файлын немесе орындаушы файлын құрастыруымыз керек. Ол үшін Delphi'де біздің жобамызды ашып, мәзірден compilировать project басамыз. Біздің дискіде сақталған Delphi папкамызда exe файл пайда болады. Осы біздің кез келген компьютерде орындалатын дайын программамыз. Exe файлдың түрі келесі түрде болады. Бүгінгі сабақты қорытындыласақ, бұл сабақта біз программа құруды, сақтауды және кез келген компьютерде орындалатындай етіп сақтауды үйрендік. Үйге тапсырма. Формаға 2 баттон, 3 лейбл, 3 edit компоненттерін орналастырып, форманың түсін өзгертетін программа жазып сақтаңыздар. Назарларыңызға рахмет.